Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға бір жәдігердің тарихы атты онлайн жобасын жалғасын ұсынамын. Бүгін біз ағаштан жасалатын астау туралы айтамыз. Ағаш ою өнері ежелден келе жатқан қол өнердің бір түрі. Бұл өнер түрінің шығу тарихының көнелігін Қазақстан аумағынан табылған көптеген археологиялық қазбалар мәліметтерді береді. Ағаштан бұйымдар дайындаудың технологиялық тәсілдері, ою-өрнек салудың көне көркем дәстүрлері Қазақстанның халық шеберлері шығармашылығында сақталған. Шешесін көріп қызын ал, ыдысын көріп асын іш деген қазақ мақалдарында әлеуметтік ой жатыр. Демек, ата-бабаларымыз ұлт тұрмысында аз сақталатын ыдыс аяққа дейін үлкен мән берген. Олар ыдысты көбінесе ағаштан, еменнен, қайыннан жасайтын болған. Халық аңыздарында атты аңызға әйгілі ағаш шеберлері Керей, Арғын, Қыпшақ, Әлем, Жағалбайлы және Қоңырат руларынан шыққан. Халық арасында Керейден ұл туса ағаш жан бітер деген ежелгі мақал сақталып қалған. Қазақтар ағаш өңдеуде ежелден айналысқаны туралы мәліметтер орта ғасыр авторларында сақталуда. Қазақтың ұлттық қолөнерінде ағаштан көптеген заттар жасалады. Әрбір істің ерекшелігіне қарай әртүрлі санадағы ағаштар пайдаланылады. Ағаш оюшылары оны жонып, күйдіреді де бояп өрнектейді. Ағаш шеберлері балта, сүргі, бұрғы, біз, қысқыш, қашау сияқты аспаптарды пайдаланады. Астау қазақтың дәстүрлі ет салатын ағаштан жасалған ыдысы. Қазақстанның барлық жерінде жайпақ табақ пен шұңғыл астаулар кең таралған. Түрік тілінде астау сөзінің пайда болу туралы ешқандай мәліметтер жоқ. Біздің ойымызша астау сөзі ыдыста ас таудай көп деген мағынаны білдіреді. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі қорында астаудың 30 данасы бар. Олардың дайындаған уақыты 19-20 ғасыр, 21 ғасырдың басы. Назарларыңызға қорда сақталған 19 ғасырдың екінші жартысында жасалған астауды ұсынамын. Астаудың иесі бұрынғы Көкшетау облысы Қызылту кентінің тұрғыны, қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Кішкене көл кенті Күжиян Исебекованың айтуы бойынша ыдысты атасының досы жасаған. Бұл көне астау ұзындығы 1 метр 3 сантиметр, ені 32 сантиметр, әсіресе ұзындығымен ерекше орын алып, әдемілеп көркемделген астау көк терек ағашынан жасалған. Астаудың сыртқы жағындағы өрілген бұрым тәрізді жүксілген жиек ыдысқа ерекше әсемдік берумен бірге қорғау рөлін атқарады. Осындай ыдыстың шетін көркемдеген өрнектер қазақтың арғы тектерінде кездесетін. Бұйымды жасаған ағаш ұстаның есімі белгісіз, бірақ бұл ыдыс ерекше шеберлікпен терең оймен жасалғаны мәлім. Достар, келесі шығарылымда самаурын туралы баяндаймын. Көріскенше.